Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 2001 жылғы Из Ада атты киноны айтып беретін боламын. Фильмнің апиын шегетін бөлмеден басталады. Онда бас кейіпкер инспекторы Скотланд Ярд Оберлайн осы жаман әдетке құмар еді. 1888 жылы Лондонда бұл әдет таныма болатын. Ұлы Британия империясының астанасындағы аспан қанды түске боялған. Қала көшелерінде өмір қайнап жатыр. Талғампаз сыпайы адамдар көптеген клиенттерден көңіл бөлуін іздеп тұр. Көлденең профильдегі қызыл шашты қызметкер Мэри Келли аллеяға кіреді. Оны екі бұзақы тоқтатады. Қыз оларға пәтер үшін қарыз еді. Таңертең жезөкшелер жұмыс күніне арналған жиналыс ұйымдастырады. Круэлланың бұрынғы әріптесі баланы қарауды сұрайды. Оның орнына күйеуінен пәтер үшін жетіспейтін соманы алып беруге уәде береді. Бірақ бірнеше минуттан кейін оны күйеуімен бірге ұрлап кетеді. Олар азаптайды. Мэри мен оның әріптесі қолында баласымен қорқыныштан дірілдейді. Қыз баланы балалар үйіне апаруды шешеді. Ол кеткен кезде жалғыз қалған жезөкшені біреу қараңғы аллеяға сүйреп апарады. Қараңғылықта пышақтың жүздері жарқырайды. Оқиғалар инспектордың темекі шегетін бөлмесіне оралады. Ол бөлме шашылып қоқыс болып жатыр. Сержант Годи оны ол жерден шығарып алады. Апиынның әсерінен инспектордың алдын ала көру қабілеті бар екен. Ол жезөкшенің өлтірілуін көрді. Серіктесімен олар мәйітті тексеру үшін мәйітханаға барады. Қылмыскер жәбірленушінің екі аяғының бірін кесіп тастады. Ауруханада корольдік отбасының жеке дәрігері сэр Уильям Гал әріптестерімен бірге доктор Фералдың операцияларын бақылайды. Пациент бұрын ұрланған Круэлланың қызы болып шығады. Оған лоботомия жасалады. Әріптестер бір-бірімен келешекті талқылап отырады. Ақшалары жоқ. Үй иелері көп ұзамай қарыз үшін келеді. Ал олардың бірі кеше түнде пышақталып өлтірілген. Қыздардың бірін бұзақ ұстап алып, пышақпен қорқытады. Оны жақын маңдағы қарауыл қуып жібереді. Содан кейін қорыққан қыз жаңа клиентімен бірге күймеде отырады. Бірақ клиенті жаңағы кісі өлтіруші болып шығады. Қызды тұншықтырып, кесілген денені жолға тастап кетеді. Таңертең қылмыс болған жерге жиналған адамдар саны өте көп. Оберлайн қызық қылып көріп тұрғандар арасынан өтеді. Ол жәбірленушінің киімі түнгі жаңбырға қарамастан құрғақ екенін, сондықтан оны жабық көлікпен алып келгенін, ол сондай-ақ мұндай қызға қолжетімді емес жүзім бұтағын табады. Мәйітханадағы көріністе ол кісі өлтірушінің қарапайым қылмыскерлер сияқты әрекет етпейтінін, оның әрекеттері қатыгез, бірақ белгілі бір мақсатқа бағынатынын мойындайды. Жиналыста инспектор полицияға оның нәтижелері туралы айтады. Барлық қасапшылардан сұхбат алу керек. Олар әдетте өлекселерді кесіп, мүшелерді алып тастай алады. Сонымен қатар, Оберлайн кісі өлтіруші дәрігер болуы мүмкін деп күдіктенеді. Олар адамдарды қалай кесуді де біледі. Таңертең инспектор сержантпен бірге өлтірілген адамды жерлеуге барады. Олар оның әріптестерімен сөйлескісі келеді, бірақ олар мемлекеттік қызметкерлермен сөйлескісі келмейді. Осы сәтте кісі өлтіруші түнгі аңға шығуға дайындалуда. Киіміне және медициналық құралына қараса оның өте бай адам екенін көруге болады. Сырты оны көлігі күтіп тұр. Жүргізушісіне бұйрық беріліп, жеңіл жүрісті қызды іздеп тауып, белгіленген мекен жайға алып келуі керек. Онда ол басқа құрбандар сияқты өлтіріледі. Инспектор тағы бір қылмыс болған жерді тексеріп жатыр. Констабльдер жақын жерде қасапшылар киетін былғары алжапқыштың бір бөлігін тапты. Жәбірленушінің қолында жүзім бұтағы бар. Оберлайн өлтіруші қандайда бір дәстүрге сәйкес әрекет етеді деген қорытындыға келеді. Содан кейін ол Лондондағы ауруханаға барады. Онда ғалымдар піл ауруымен ауыратын науқасты қайырымдылық жинау үшін көрсетеді. Инспектор доктор Фералдан сарапшы ретінде кеңес беруін сұрайды. Ол қаладағы ең жақсы жас хирург. Ол білімді адамның кісі өлтіруге қатысы бар екеніне сенбей бас тартады. Әңгімелесуді сэр Уильям Гал кездейсоқ тыңдап, жомарттықпен өзінің көмегін ұсынады. Бұл процесте дәрігер мұндай сараптама үшін бір скальпель емес, әдетте сөмкеге салынған бүкіл жиынтық қажет екенін айтады. Ол өлтірушінің анатомияны жақсы білетіндігі туралы детективтің күдігін растайды. Кейінірек Букингем сарайында доктор Гал патшайым мен немере Альберттің прогрессивті ауруы туралы сөйлеседі. Оберлайн өзінің болжамдарын қолдана отырып, келесі кісі өлтіруді күтуге болатын аймақты айтып констабльдерге нұсқау береді. Ол тек қасапшылар мен еврейлерге ғана емес, сонымен қатар лайықты киінген мырзаларға да назар аударуды бұйырады. Жоғарғы қоғамның үлкен мүшелері деген күдік барын айтады. Сержант Годи Мэри Келлиді көшеде ұстап алып, Оберлайнға апарады. Ол қыздан ешқандай күдікті нәрсе байқамадың ба деп сұрайды. Қыз Круэллиді ұрлап кетуі туралы айтады. Сипаттамаға сәйкес, ол арнайы полиция бөлімінің бастығы Бен Киндлиді елестетеді. Оберлайн оның жағдайын сұрауға барады. Бен Киндли жұмыс орнында жоқ екен. Инспектор оның кеңсесіне жасырынып кіріп, ұрланған және әжесімен бірге жоғалып кеткен бала туралы мәліметтерін жазылған қағаздарды табады.
Іздеуді Киндлидің оралуы тоқтатады. Оберлайн уақытылы шығып кетеді, бірақ Киндли кеңседе біреудің болғанын біледі. Инспектор мен Мэри Келли лоботомды Круэлла тұрып жатқан үйге барады. Операциядан кейін қыз әдеттегідей адамдармен сөйлесе алмайды. Инспектор баланың әкесі туралы сұрайды. Әйел өзінің Ханзада екенін қайталап айта бастайды. Кейінірек Мэри Келли өзінің досының үйлену тойында куәгер болғанын және оның күйеуі бай суретші екенін айтады. Ал Оберлайн оны жетім баладай, балалар үйіне тастағанын айтады. Инспектор Мэриді корольдік отбасы мүшелерінің портреттері ілулі тұрған сурет галереясына шақырады. Суреттердің бірінде Виктория патшайымының немересі князь Альберт бейнеленген. Оны көрген Мэри Круэллидің құпия күйеуі осы кісі екенін біледі. Оберлайн Уильям Галға барады. Ол онымен Ханзаданың адам өлтіруші деген нұсқаны талқылап жатады, бірақ дәрігер оған бір құпияны ашады. Альберт әлсіздікпен ауыратынын және ол физикалық тұрғыдан адам өлтіруге қабілетсіз деңгейде екенін айтады. Арнайы бөлімнің бастығы Киндли масондық орденінің жиналысына келеді. Онда Оберлайнның бастығы да бар. Масондар өздерінің ортасына жаңа адам доктор Ферралды қабылдайды. Олар тергеу амалдарын шатастырып, инспекторға кісі өлтірушінің хатын жіберуге шешім қабылдайды. Бірақ ол қолжазбалардың жалған екенін біліп қояды. Бірақ көп ұзамай олар адамның бүйрегінің жартысы салынған сәлемдеме әкеледі. Жұртшылық полициядан шара қолдануды талап етеді. Сондықтан Оберлайн жезөкшелердің басшысын қамауға алуды бұйырады. Ал қыздарға бірнеше күн басқа жаққа барып келу үшін ақша береді. Мэри Келли мен оның арасында ұнату сезімі пайда болады. Инспектор Бен Киндлидің арнайы бөлімдегі қызметке келуге дейін хирургтың көмекшісі болғанын анықтайды. Ол осы әрекетімен корольдік отбасының көзін құртуды шешкенін. Күндер өте кедей қыз Круэлли мен Ханзада Альберттен туылған бала Ұлыбритания империясының заңды мұрагері болатынынан қорқатынын байқайды. Сол түні адам өлтіруші тағы 2 жезөкшені өлтіріп, сонымен қатар ол қабырғаға бормен хабарлама қалдырады. Қабырғада мен оларды алдап, адастырып, еврейлерге қарсы толқулар тудыратыныма үміттенемін деп жазылған еді. Оберлайн қылмыс болған жерге барады. Онда ол жоғары қоғамның адамы ғана жаза алатындай сауатты жазылған жазуды көреді. Полиция бастығы пайда болады. Олар инспектордың дәлелдерін елемей, дәлелдемелерді жуыңыз дейді. Ал Оберлайнның өзі тергеуден шеттетіледі. Инспектор кітапханаға масон орденінің тарихын зерттеу үшін барады. Ол кезде Мэри Келлиді жүргізуші аңдып жүрген еді. Оберлайн доктор Галға масондардың адам өлтіруі туралы күдікпен бөлісу үшін келеді. Инспектор масондардың бұйрығын орындайтын және король сарайының құпиясын жасыратын Гал деп санайды. Доктор Гал органдарды кесу, бұл Ханзаданы өлімге әкелетін ауруды жұқтырған жезөкшелерден жеке кек алуы екенін айтады. Гал мойындаған кезде Оберлайн оны өлтіргісі келеді, бірақ Киндли оған кедергі келтіреді. Уильям Гал соңғы құрбанды өлтіруге бара жатады. Ал байлаулы Оберлайнды басқа жаққа алып бара жатады. Киндли және доктор Феррал оны өлтіргісі келеді, бірақ инспектор көлікті айналдырып, жол бойында шығып үлгереді. Доктор Феррал мен Киндли осы жерде қайтыс болады. Одан кейін ол Мэри Келлиді құтқару үшін жүгіріп бара жатыр, бірақ адам өлтіруші оның төсегінде отырады және көп ұзамай соңғы құрбанның жүрегін кесіп тастайды да оны отта тұрған шайнекке лақтырады. Оберлайнға ол жерге кіруге тыйым салынады. Оның бастығы оған бәрін хабарлайды. Оберлайн жәбірленушінің денесінде шаштың бір бөлігін табады. Оның түсі Мэри Келлидің қызыл шашымен сәйкес келмейді. Кафеде инспекторға хат алып келіп береді. Қыз Круэллидің баласын балалар үйінен алып кеткенін, жұмысқа жеңіл жүрісті жаңа қыз келгенін және ол қыз әлі жұмысқа шықпағанын жазған екен. Патшайымға барлық дәлелдерді жасырып, куәгерлерді жойғандығы туралы хабарлайды. Сэр Уильям Гал масондар орденінің сотының алдына шығады. Қария өлім жазасына кесіледі. Соңғы көріністе Ирландияның кішкентай ауылында Мэри Келлиді және Круэллидің қызымен Альберттің тағының мұрагері болып өсіп келе жатқан қызды көрсетеді. Бұның бәрі инспектор Оберлайнның апиын қабылдаған кездегі көрінісі болып шығады. Сержант келіп оны тұрғызбақшы болғанда, инспектордың қайтыс болғанын және қолында оны жерлеу үшін 2 алтын тиын тұрғанын көреміз. Осы жерден кино бітеді. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.